Тез ашуланып кетеміз біз. Неге? Еркекпіз. Көрсету керек еркектікті. Пайғамбарымыз саллаллаху айтады, кімде-кім ашуын жұта саса, алады жаңағы әрдайым ашуланатын кезде ашуын жұтатса, қараңыздаршы, пайғамбарымыз саллаллаху қандай тақырыпқа дейін әкелуге тырысып жатыр да, бізді сол ашудан тоқтату үшін, ызадан. Енді керемет нәрсе. Мен қазама ғойзан, кімде-кім жаңағы ызаланайын деп тұрған кезде ызасын жұта саса, Раббысының алдында төмендеп. Қараңыздар. Юхауару яумал қиямати дейді. Минал хурил айни ма яша. Қиямет күні Аллах тағала адамдардың алдына жаңағы дәрежеге бөлеген кезде алып келеді де, хор қыздарынан қалағаныңды таңда деп айтады екен. Бірақ қара қандай сауаппен тоқтатып жатыр да пайғамбар саллаллаху. Күн тоқтау невозможно болып кеткен. Үйреніп қалған біз өйткені. Сондықтан хор қызы керек па? Азанын жұту керек. Қай жерде жұта алмай қалдыңыз, жазғырыңыз өзіңізді. Болды. Бір шанс кетіп қалды. Бірақ Алла тағала өмір берген, ертең қайтадан сондай шанстар қайталанады. Вот сол кездерде өзіңді ұстап қалсаң, міне, түсіндіңіз ба? Сол нәпсі деген нәрсе осындай нәрсе.